Сәлеметсіңдер ме 5 сынып оқушылары, бүгін 1 тоқсан 2 БЖВ-ның қарастыратын боламыз. Киім, сән, талғам, отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер және лексика бөлімі бойынша жиынтық бағалау жұмысы берілген. Енді осы жерде назар аударатын зат, бұл жерде 2 мәтін берілген екен. Бірінші тапсырмада сол мәтінді оқып өтейік. Мәтінді оқып, оның жалпы мазмұнына қатысты 2 сұрақ, мәтіндегі нақты ақпараттарға қатысты 3 сұрақ құрастырыңыз дейді бірінші тапсырмада. Бірінші мәтінді оқып өтейік. Самал Шолмановтың әнші Мұқасан Шахзадаевпен жүргізген сұхбатынан үзінді. Мұқасан Шахзадаев: сән мен талғаммен киінуге бала көзден құштармын. Мұқасан аға, сізді қазақ эстрадасындағы жоғарғы талғаммен киінетін әншілердің қатарына жатқызады. Өзіңіздің ойыңызша қалай? Мен өзін жақсы көретін әрбір адам дұрыс киінер деп ойлаймын. Оның үстіне өнер жолында жүргеннен кейін халықтың алдында жүреміз. Дұрыс киініп жүрмесе, онда адам өзін өзі сыйламағандығы. Өзіме келер болсам, сән мен талғаммен киінуге бала кезден құштармын. Себебі анам тігінші болған. Кеңес үкіметінің кезінде ақшаң болған күннің өзінде киім тапшы болатын. Сондықтан анама әртүрлі сән журналдарындағы киімдерді көрсетіп тіктіріп алатынмын. Бірінші тапсырманың бірінші мәтіні бойынша 2 сұрақ құрастырамыз. Дұрыс киіну дегеніміз не? Оны қалай түсінесіз? Екінші сұрақ: өзің күтім жасап, әдемі киініп жүру керек деген пікірмен қосыласыз ба? Енді нақты 3 ақпаратқа қатысты 3 сұраққа тоқталып өтейік. Әнші Мұқасан Шахзадаев бала күнде неге құштар болып өсті? Танымал әншінің анасы қандай болған? Кеңес үкіметі кезінде киім үлгілері көп болған ба? Деген осындай 3 сұрақ қойдым. Келесі мәтінге назар аударайық. Келесі мәтінде осындай қазақтың дәстүрлері, салт дәстүрлері, ұлттық киімдер туралы жазылған. Қашанда қазақ халқы ұлттық киімді қадір тұтқан. Қазақ қыздарының ұлттық киімін баршын, торғын, шәйі, қырмызы сияқты жұмсақ нәзік маталардан пайдалана отырып, бүрмелі етек, бүрмелі жеңін аса кеңейтіп, көлбеңдете тіккенінде қазақтың бүкіл тұрмыс салты жатыр емес пе? Қыз балалардың, әйел адамдардың киімін жұмсақ, нәзік матадан тігетін нәзіктігі мен әдептілігі үстіндегі киімнен ақ көрініп тұрғандай ғой. Етек-жеңнен кең болғаны қазақтың дархандығы, үрімдігі бұтақты екендігін мейірімінен, қонақ жайлығынан, даладай кең пейілін қолының жомарттығынан білдіреді. Кең етектің қабат-қабат сатысы 7 сатыдан тұрады. 7 қазына, 7 кие, 7 қат жерді тазалықты білдіреді. Және әйел ұлтты тәрбиелейді келген қонаққа ілтипат көрсетіп, дәмін ұсынған әйел атаулының киген киімдері арқылы бұрынғы бабаларымызды таныған екен. Міне осындай 2 мәтінді оқып шықты. Қазір арнайы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Екінші мәтін бойынша 2 сұрақ құрылған. Не үшін қазақ қыздарының ұлттық киімін жұмсақ матадан тіккен? Ұлттық киім арқылы нені аңғаруға болады? Нақты ақпаратқа қатысты 3 сұраққа тоқталатын болсақ, қазақ қыздарының ұлттық киімін қандай матадан тіккен? Тігілген киімнің етек-жеңі кең болуы нені білдіреді? Кең етекті көйлектің қабат-қабат бөлігі неше қабаттан тұратын болған деген осындай сұрақтар берілді. Оқушылар екінші мәтінге назар аударды. Екінші мәтінде мәтінді мұқият оқыңыз. Негізгі ойды сақтай отырып, көлемін шамамен 30-40 сөзге дейін ықшамдаңыз дейді. Яғни мәтіннің қысқаша мазмұнын жазатын боламыз. Мәтінге тоқтала кетейік. Отан отбасынан басталады деп жатамыз. Жанұяның береке бірлігі, әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы. Өйткені жанұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Отбасы ол да бір шағын ғана мемлекет. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Атаулы күні 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен бекітілген. Бұл күнді белгілеу түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару қажеттілігінен туындаған. Отбасы күні алғаш рет 1994 жылы аталып өтті. Отбасы сүйіспеншілікпен, құрметпен, ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасының адам саулығы әрбір елдің дамуы мен келешегінің өлшемі деп білеміз. Міне осындай мәтін берілген екен, яғни отбасының құндылықтары туралы, жалпы ол қандай себептерден, мейрамның пайда болу себептері жайлы айтылған мәтінде. Енді осы тапсырманың орындалуына назар аударайық. Екінші тапсырманың жауабы мынадай. Мәтінде отан отбасынан басталады деп жатамыз.
Отбасыда ол да бір шағын ғана мемлекет. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Атаулы күні 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясымен бекітілген. Отбасы сүйіспеншілік пен құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы. Отбасы аман саудағы елдің дамуы мен келешегінің өлшемі деп білеміз. Міне оқушылар, бұл екінші БЖБ болатын қазақ тілі пәнінен. Сіздерге ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.